Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалынған 5 бармақ, яғни қазақтың ұлттық тамағы 5 бармақ тамағын жасап үйретіп көрсеткім келіп отыр. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Ал мен бастаймын. Бізге қажеттісі тауық еті, пияз қажет болады. Екеуін жақсылап қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз қызарғанша. Келесі бізде сәбізімізді дәл осылай мен сияқты әдемілеп үшбұрыштылап турап аласыз. Бұны да жақсылап қуыратын боласыз. Мен описанияға барлық қажетті заттардың мөлшерін жазатын боламын. Бізде келесі картоплымызды дәл осылай әдемілеп, қатты жіңішке емес, қатты қалың емес етіп турап, бұны да қуыратын боламыз әдемілеп. Келесі кезекте сарымсақ, яғни чесногымызды осылай майдалап турап аламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер, тұзды қоссаңыздар болады. Мен қуырып алғаннан кейін осы картоплымыз батып тұрғанша су құйдым. Бөлек таза ыдысқа салқын суымызды құйып қайнатамыз. Үстіне жарты ас қасық тұзымызды қосып, осындай менде дайын 5 бармақтың қамыры бар. Қамыр жайып жүрген жоқпын. Дәл осылай салып, піскенше 5 минут қайнатып аламыз. Қамырымыз піскеннен кейін міндетті түрде бір ожау мұздай су құюды ұмытпаңыздар. Мұздай су құйсаңыз, осылай дана-дана болып, қамырыңыз жабыспай, біркелкі әдемі болып пісетін болады. Міне менде қамыр дайын. 5 минуттан кейін қамырымды салып алдым үлкен табаққа. Осылай табағымыздың астына бірінші подливымыздың, яғни салмамыздың майлы сорпасынан құйып аламыз. Себебі табағымызға қамыр жабысып қалмайды сол кезде. Міне қараңыздаршы, қамырым қандай әдемі болған. Ешкім ойламайды сіздің сатып алды екен деп қамырды. Бетіне подливымыздың сорпасын, майлысын құйып, осылай араластырып алдым. Дәл осылай араластырып алыңыздар. Еттің 5 бармақтың қамырындай дәл осылай әдем болып шығады. Бетіне подливымызды етінен салып ұсынсаңыз болады. Ет жоқ кезде осындай тамақ жасап көріңіз, міндетті түрде өте дәмді болады. Назар салғаныңызға көп рахмет. Сау болыңыз.